Саламатсыздар қыздар жігіттер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің әңгіме Vision Formula NL компаниясының өнімі жайлы болады. Кімге қолданамыз, қай жағдайда қолданамыз? Жалпы алғанда бізде көзге кері әсер ететін факторлар бізде сыртқы ортада өте көп. Бұл жаңа күннің сәулесі бар, бізде жаңағы күніге қолданып жүрген телефон, күніге қолданып жүрген телевизор, жұмыс істейтін біздің ноутбук, компьютерлер, бұлардың бәрі синий луч деген сәуле шығарады, олардың бәрі көзді зақымдайды. Одан кейін көздің тағы нашар көруіне себеп болатын жағдай, бұл жалпы адамның қартаюы, жасқа байланысты болатын жағдай. Бұл көздің ортасындағы мына желтый пятна деген бар, сары дақ, сол азая бастайды. Сары дақтың жұмысы ол жаңағы мынау сыртқы ортадағы әртүрлі түстерді сыртқы жарықта миға импульс ретінде импульс қылып айландырып беретін бір сондай зат. Сары дақ деп аталады оны. Сол жасқа байланысты азая бастайды, адам көзі нашар көре бастайды. Тағы да қандай жағдайға байланысты көз нашар көреді? Бұл жаңа қан қысымының жоғары болуына байланысты, мына сахарный диабет деген ауруға байланысты. Бұл жерде қан тамырлары зақымдалады да, қан айналымы нашарлайды. Сондықтан жаңа қан бармай қалғаннан кейін көздің жалпы көруі нашарлайды. Бұл үлкен осындай бір үш топқа бөлуге болатын шығар. Примерно көздің де аурулары бар, глаукома, катаракта деген, тағы басқа сондай жағдайларға байланысты көз нашар көре бастайды. Енді біз не істей аламыз? Бізде Vision Formula деген NL компаниясының өнімі бар. Бұның құрамын мен қазір айтпаймын. Неге? Өйткені ол құрам сіздерге ештеңе айтпауы мүмкін. Мен бұны просто үш топқа бөлерем. Біріншіден, қай кезде бұны қолданамыз, составына байланысты. Біріншіден, біз бұны жастарға бере аламыз. Жастар болғанда бұны телефонды көп отыратын, көп телевизор көретін, көп компьютер көретін, енді может кездесетін шығар, әлде де көп кітап оқитын. Вот сондай жастарға біз береміз. Бұл біз біріншіден қан айналымды жақсартады. Одан кейін көздің қасында бездер бар, көз жасын шығаратын. Сол көзді суландырып, көзді құрғатпай ұстап тұрады. Сондықтан бұны жастарға беруге болады, өйткені көп компьютерден көздері құрғап кетеді, кейін көздері нашар көре бастайды. Сол көзді былайша айтқанда жаңа синий лучтан көзді сақтайды. Vision Formula. Екінші бір жағдай, мынау қан қысымы, одан кейін сахарный диабеті бар ауруларда ретинопатия деген ауру, дистрофические изменения, көздің жаңа қан тамырларының нашарлауы болады. Сол көздегі қан тамырларды жаңа қабырғаларын қатайтатын, сонымен көздегі микроциркуляцияны улучшать ететін Vision Formulада сондай состав құрамында сондай заттар бар. Сондықтан міндетті түрде давлениесі бар адамдарға, одан кейін жаңағыдай сахарный диабеті бар адамдарға береміз. Үшінші жағдай, бұл мынау жасқа байланысты, жаңа желтый пятнада айттым, сол желтый пятна азая бастайды, бұл жасқа байланысты болатын өзгерістер. Поэтому соңғы кезде көзім нашар көріп жатыр деген кісілерге, болмаса для профилактики күтіп отырмай, қашан көзі көрмей қалған күтіп отырмай, заранее профилактика ретінде Vision Formula препаратын біз негізі ол кісілерге ұсына аламыз да. Күніне 2 рет ішеді, бір капсуладан азында, бір капсула кешке таман, олардың құрамдары әртүрлі. Мынау инструкциядағыдай жазғандағыдай, біреу жаңа кешке таман азын таңертең ішетін болатын болса, біз көзді жаңа қорғайды шаршаудан, жаңа әртүрлі сәулелерден қорғайды. Одан кейін жаңа жарыққа көзді бейімдейді да. Екінші жағдай, бұл жаңағы көздің питаниясын улучшать етеді. Екінші капсула. Бұл қан тамырларын бекітеді, одан кейін жаңағы қан қысымын көздің ішіне, қанның қысымын кішкене азайтады. Сондықтан бұл препарат жасқа да, кәріге де, одан кейін жаңағы әртүрлі қосымша аурулары бар адамдарға да болады бұл препарат. Одан кейін конкуренттермен салыстырғанда бұл препараттың бағасы қол жетімді. Ішінде 60 таблетка бір айға жетеді. Сондықтан былайша айтқанда қол жетімді бағада өте жоғары сападағы препарат бар қолдарыңызда. Сондықтан ұсынып көріңіздер, түсіндіріп айтыңыздар. Егер де қосымша сұрақтар болатын болса, маған комментарийға жазыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет, лайк басыңыздар. Барлық кезде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Қош сау болыңыздар.